жаттығуның сабағын әдеттегі нейрогимнастикалық жаттығулардан бастаймыз. Сақина жаттығуын жасайық. Кәнекей барлығымыз бірге қолымызды алдына қойыңыз. Сақина жаттығуы. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді саусағымызды өзімізге қаратай жылжытамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Алақан жұдырық жаттығуы. Келесі бір алақанымызды ашамыз, жұдырық сызмақ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Келесі жаттығу балалар, ол окей, тамаша. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді жылдамырақ жасаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы балалар. Келесі жаттығу балалар. Сабағымызды бастамас бұрын сендер қалдарында мынандай жаттығу бар. Филмат ойынын ойнаймыз. Бұл жерде көптеген әріптердің арасынан сөздер бар. Сол сөздерді тауып бояу. Қанекей партадағы тапсырмаларды ала қояйық. Түрлі түсті карандашпен сөздерді тауып бояймыз. Бастан жөнімізді жазамыз. Ат жөнімізді жазамыз жоғары жаққа. Жасырынған сөздерді табамыз. Жақсы. Жазира. Әке, ата, әже, қоғам, құндылық, бала, ана. Жақсы. Енді балалар өзімізді тексерейік. Барлық сөзді дұрыс тауыппыз ба? Қандай сөздер шықты? Әке, ата, әже, қоғам, ана, бала. Енді балалар, осы шыққан сөздерге қарап, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Отбасы туралы болады, иә? Жақсы балалар, олай болса, келесі тақтаға көңілдіңіз, бейне баянды қарауға, тамашалауға шақырамын.
Жақсы бала, олай болса. Жақсы бала, олай болса, бейнебаян не туралы болды? Айта Ольга. Отбасы туралы. Отбасыда кімдер жатады екен? Еркежан. Ата, ана, әке, әжесі мен баласы және Яғни бала, отбасы дегеніміз ол бір үйде тұратын адамдарды айтамыз. Отбасы деп бір үйде тұратын адамдарды айтамыз. Енді бүгінгі отбасының қоғам өміріндегі маңызы. Отбасы дегеніміз бала, бір үйде тұратын адамдар. Және олар қоғаммен тығыз байланысты. Жаңағы бейнебаянды көргеннен кейін қалай ойлайсыздар? Bir үйдің адамдары бір-біріне қалай сөйлеу керек? Сыпайы сөйлеу керек, мейірімді болу керек, кішіпейіл болу керек. Айта ғой, құрметтеу керек, иә? Неге осындай қарым-қатынас жасау керек, бір-біріне жылы сөздер айту керек. Және де бала, қоғам отбасы қоғаммен тығыз байланысты. Отбасы дегеніміз қоғамның бір бөлшегі. Олай болса балалар, бүгінгі сабақты топтық жұмыспен жалғастырамыз. Енді біз отбасы дегеннің не екенін білеміз. Келесі тапсырма, бірінші топқа қоғам дегеніміз не? Қоғамға кімдер жатады? Сол жайлы кластер құрастырамыз. Екінші топ. Отбасы мүшелерінің бір-біріне деген қарым-қатынасы қандай болу керек? Сол кластер. Үшінші топқа балалар. Үшінші топ отбасы мүшелерінің рөлін жазамыз. Отбасы мүшелерінің рөлі жазасыздар. Ал төртінші топ балалар қима қағаздармен жұмыс жасайды. Төртінші топ қима қағаздармен, конверттің ішінде қима қағаздар бар. Соларды құрастырып, қарап бетіне жабыстырасыңдар. Және оны әңгімелеп бересіңдер. Қоғамға кімдер жатады? Олай болса балар, топтар дайын болса, жұмыстарын қорғайға шыға қойсын. Қоғамға біз және отбасы, және қоршаған орта, көпшілік адамзат жатады. Ал жалпы қоғам деген адамдардың өзінің ойы және бірлескен тобын қоғам деп атайды. Жақсы, тамаша. Балар, бірінші топты бағалаймыз, басқарма қатысымен бағалаймыз. Жақсы, отыра қойыңдар орындарына. Екінші топ. Яғни отбасындағы адамдар қандай қарым-қатынаста болу керек? Жақсы, отыра қойыңдар. Екінші топты бағалайық, балалар басқарма қатысымен. Өте жақсы, түсінікті болды, иә?
Ешкім отбасы мүшелерімізде Қатты айтады, дауысын шығарып. отбасы мүшелерімізде әкеміз, анамыз, және баламыз болады. Ал анамыз тәрбиешіміз болады. Балалар, олар Көмекші және білім алушылар. білім алушы. Жақсы балалар. Ең басты міндеті ата-анаға көмектесу деймін. Сағатты жақсы оқу, ата-анамызды қуанту. Анасы шай дайындап жатыр. Баласы болса анасына көмектесіп картоп ашып жатыр. Ол картопқа қосатын қызын жеміс-жидек жуып жатыр. Отбасы бірге тағам дайындап жатыр. Жалпы отбасы адамдары неге анасы ғана жұмыс жасамай балалары да көмектесіп жатыр, иә балалар? Өйткені олар бірге тұрады, отбасы бір-біріне көмектесу керек. Жақсы. Иә, дұрыс айтасың Алла. Жалпы балалар, отбасы мүшелері бір-біріне қай уақытта болса да көмектеседі, иә? Тіпті үйге келген кіріс қаражаттың өзін бірігіп жұмсайды, қайда жұмсайтындарын бірігіп шешеді. Балалар, 4-ші топтың жұмысын бағалайық. Барлығына да ұнады, иә? Жақсы, рахмет 4-ші топтың балаларына. Отыра қойыңдар орында. Келесі кезекте балалар, дәптермен жұмыс жасаймыз, дәптерімізді ашамыз. Дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күннің ретін жазамыз. Бүгінгі күннің ретін жазамыз. Бірінші топқа дәптермен жұмыста барлық топтардың тақырыбы менің отбасым тақырыбында. Бірінші топ, яғни Ернардың тобы, иә? Бірінші топ өлең құрастырасыңдар. Өлең құрастырған кезде синквейт әдісін немесе аллитерацияны пайдаланып құрастырасыңдар. Өлең. Түсінікті ме? Екінші топ, Нұршатының тобы, менің отбасым тақырыбында эссе жазамыз. Эссені қалай жазу керек екенін білесіңдер, иә? Үшінші топ, менің отбасым тақырыбында сурет саламыз. Ал 4-ші топ, мақал мәтелдер жазамыз. Дәптерлермен. Олай болса, балар 4-ші топ суреттерін аяқтап қалды. Қандай сурет салғандық екенін көрейік кәдімгідей. Айта қойсайын. Бұл менің отбасым. Анам ас дайындап жатыр. Әкем есе үй жиыстырып жатыр. Менің әкем өз машинасын жөндеп жатыр. Мен әкеме көмектесіп жатырмын. Жақсы. Жақсы, отыра ғой. Інжу, сен қандай сурет салдың? Менің отбасым ол әкем мен анам. Және де менің сіңілім бар. Оның аты Еркеназ. Менің анам баламен отырады. Ал әкем жұмысқа барып жүреді. Жақсы, олай болса, бірінші топтар өлең құрастыру, кім шығады, кім айтады? Ернар айта ғой. Оқи ғой. Мен синквейт әдісін қолдандым. Біріншісі зат есім, отбасы, екіншісі несін, көмекші, тату. Ал үшіншісі, үш етістер, көмектеседі, сыйлайды, құрметтейді. Төртіншісі, 4 сөзден тұратын бір сөйлем. Біздің отбасы өте тату. Бесіншісі, синоним. Отбасының синонимі ата-ана. Жақсы. Отбасы қандай болады? Көмекші, тату болады, көмектеседі, бір-бірін сыйлайды. Менің отбасым әрқашанда бақытты, ата-ана. Жақсы. Отбасы тату, бақытты, бірге еңбектенді, бақытты өмір сүрді. Отбасым менің бақытты, отбасым менің отаным. Жақсы. Келесі топ дайынбыз ба? Нұршатым, эссе жазу, иә сіздерді? Айта ғой. Менің отбасым бақытты, тату. Мен үшін үлкен қызымын. Менің артымда әлі бір сіңілім бар. Анам үйде болады, кейде ғана жұмысына барады. Әкем зауытта жұмыс істейді. Менің 2 сіңілім мектепке барады, ал бір сіңілім балабақшаға барады. Ең кішкентайы әлі екіде, ол үйде көп қабатты үйде тұрады. Менің отбасым өте бақытты және тату болып тұрады. Қатты дауысын шығарып өтіңізші. Ананың өзін ізбасар, атаның өзін қолбасар. Отан отбасынан басталады, анасыз сүйпарасыз, атасыз күйбатасыз. Жақсы, рахмет. Бірнеше мақал жазыпсың, иә? Әбіл Мансұр. Оқи ғой. Башынан бастайды.
Ананың жүзін қыз болар, атаның жүзін ол болар. Жақсы. Өте жақсы балалар. Барлық тапсырманы жақсы орындадыңдар. Енді келесі кезекте барлығымызда Бота Бейсенованың ата-ананы тыңдаймыз әнін